Осы вакцина жайында видео түсіріп едім ғой. Сол жерде дәлел қайда деп сұрап жатқандарға міне видео. Мынаған не дейсіңдер енді? Түркістан облысында екпе алған 8 айлық сәби бір тәулік ішінде шетінеп кетті. 8 жыл бойы күткен перзентінен бір сәтте айырылған атана Сарыағаш аудандық орталық ауруханасындағы былық мұнымен бітпейді дейді тұрғындар. Дәл осы бір ғана емдеу мекемесінде жыл басынан бері 6 бала ажал құшқанын айтады. Аурухана мәйітханаға айналды деген атаналар жұмысына салғырт қараған дәрігерлерді жазалауды талап етіп отыр. Айра Жұмашева 8 жыл бойы күткен перзентіне пневмонияға қарсы екпе салдырам деп соңында сәбиімнен айырылдым деп жыларман. Бейбарыс Рашидке вакцина қаңтардың 23-інде егілген. Жарты сағат ішінде жағдайы күрт нашарлаған баланы ата-анасы дереу Сарыағаш аудандық орталық ауруханасына әкеліпті. Алайда дәрігерлер бір-біріне сілтеп уақыт жоғалттық деп отыр. Немқұрайлы қарағанда жауапкершілік жоқтығында менің баламның үсті сап-сол баланың бір күнде мен өзім мәйітін алып кеткенімде мен әлі де ішім ашып тұр. Жай ғана прививка алдым да келдім. Үйге келем, балам жарты сағаттың ішінде құсады, мұздай тер шығарады, өзі жоғалтады бала, әлсіздік. Может, бракотный, мыңнан бір үйінде кездесетін бала деді. Уколдар шығады деді. Неге емында мен баламды кездеседі, ол неге соның басында қарамайды? Срок өтіп кеткен болуы мүмкін деді маған. Арада 4 ай өтсе де Бейбарыстың өлім себебі сол күйі нақтыланбаған. Сарыағаштағы орталық ауруханаға ем іздеп келіп, баласының мәйітін құшақтап шыққандар мұнымен бітпейді. Нұрбақыт Тұрақбайда қызу көтерілген тұңғышын ақпан айында осы емдеу мекемесіне алып келгенін айтады. Бірақ өз аяғымен келген 2,5 жастағы Айсерікке укол салынып, жағдайы тіпті қиындап кетті деп отыр. Температурамен келдік осы жерге. 2 күн 3 күн ішінде реанимациядан өлігін алып шығып кеттік осы жерден. Ол күн бір бала кеткен жоқ, 2-3 бала. Почти реанимацияда жатқан барлығы кетті бұл жерде. 2 айдан кейін тағы да қайталанып отыр. Тағы 2-3 бала кетіп отыр. Көршілеріміз қыда кетіп отыр. Енді білімдері жетсе, өздері сол қолдарынан жасамаған болса, дәкен сотпаймын, барлық жұмыстарына ауысып тастаған. Айнагүл Әуезова 2 жастағы жалғыз немересінен Сарыағаштағы ауруханада айырылып қалдым деп күйінеді. Жеміс жеп құсқан баланың асқазанын шайып, соңында тіпті басқа қан тобын құйып жібергенін айтады. Кесірінен кішкентай бүлдіршін жансақтау бөлімінде көз жұмған дейді. Алла қалатылар кінәлі адамдар тәртіптік жазаға тартылғанын жеткізді. 5 жасқа дейін қазір жалпы бізде дәл ауруханада 7 бала, 6 бала қайтыс болды. Ал енді достар, мынандай бір сұрақ қояйық өзімізге. Елімізде тегін нәрсе беріп отыр да, вакцина. Сол расында бізді, болашағымызды, біздің ұрпақтарымызды ойлап салынып жатқан нәрсе ма? Мен дәрігер емеспін, бірақ ата-ана ретінде мен ондай сұрақ қоюға құқығым бар да. Біреу үшін бұл статистика болуы мүмкін да, ал біреу үшін бұл өмір бойы қайғы. Сондықтан ағайын, алдын алы тест жасамай, өзіміздің бала-шағаларымыздың өмірлерімізбен тәуекел етпей ойланайық солар алдында.